Ертеде Найман тайпасын Қайып деген хан билепті. Ханның Күнсұлу атты қызы болған екен. Сүйікті де жалғыз қызын хан өзенінің ортасына салынған жүзбелі ағаш үйде елден жұрттан аулақ ұстаған екен. Қасында 40 канизягі бар. Мерзімді уақытта азық-түлік пен керек жарақты әтектер жеткізіп тұрады. Ағаш үй 4 бұрышынан темірілгекпен бекітілген. Жазғы ыстықта, су беті салқында, рахат. Қызының жүзбелі сарайына 6 айда бір барып қайтатын ханның әдеті болыпты. Сол әдет бойынша бірде өзен үстіндегі сарайға барса, Күнсұлу қызы 2 қабат екен. Бұл қан талқаны ашуланған әкесіне айтқан қыздың түсіндірмесі мынау болыпты. Таңертең шығып келе жатқан күнге қарап едім, тұла бойым иіп кетті. Содан бойыма бала бітті. Хан бұл сөзге әрине сенбейді. Өлтірейін десе жалғызы тағы қимайды. Ақырында ойланып толғанып келіп, ағаш үйді ілгекпен босатып, канизактарымен қоса өзеннің ағысымен ағысып қоя беруге бұйрық етеді. Сол өзеннің төменгі жағын Моңғол елі жайлайды екен. Сол елде Жебе Соқыр және Асукей Мерген дегендер болыпты. Екеуі де дос, әрі қырағы. Үнемі елдің шетін, жаудың өтін туралдап жүреді екен. Бір күні қараса, өзен үстімен қарауытқан әлдене зат алыстан жайлап ағып келе жатыр. 2 мерген сол арада бәстеседі. Осы ағып келе жатқан зат менікі болсын дейді Жебе. Ішіндегісі менікі болсын дейді Асукей. Ағаш үй елдің тұсынан өте берген кезде жігіттер темір ілгекті лақтырып тоқтатып алады. Уәде бойынша ағаш үй Жебеге бұйырады да ішіндегі Күнсұлу қызды Асукей алады. Күнсұлу айы күні толған соң босанып, алтын айдарлы ұл табады. 5 жасқа дейін оған есім қойылмапты. Өйткені шеше байғұс өлтіріп тастайды деп қауіптеніп, өгей әкеге көрсетпей жасырын ұстапты. Асукейге келген соң Күнсұлу 2 егіз ұл табады. Алғашқы егіздің аттарын Төрегетай, Төргелтай, кейінгі егіздің аттарын Сарағатай, Сарғалтай қояды. Бұл егіздер туғанда жауырындары жабысып туыпты. Оташы жауырындарын қылышпен айырыпты. Мұны естіген бір сұңғыла қарт. Қап, басқа діс қолданбай қылышпен бекер айырған екен. Өздері де ұрпақтары да қырық пышақ болады-ау деп қатты өкінген екен. Күндерде бір күні Күнсұлу ойға түседі. Мына 4-еуі бір әкеден алтын айдарлым жеке. Ертең ер жеткен соң қастық жасап жүрер. Осыны ойлаған қамқор ана алтын айдарлы ұлын жасырын түрде Бұлғыртау деген сол өзеннің бас жағындағы тауға жөнелтеді. Мұнан соң арада 15 жыл өткен екен. Баяғы сұңғыла шалдың айтқаны тура келіп, Асукейдің 4 баласы ұлысы 4-ке бөліп алады да өзімен өзі жауласады. Ел бүлінеді. Мұны көрген соң елдің майқы биі Күнсұлуға келіп, баяғы алтын айдарлы баланың қазір қайда екенін сұрайды. Елге тұлға боларлық бала сол, мына 4 тентек елді әбден соралатуға айналды дейді майқы би. Шешесінің айтуынша, алтын айдарлы ұл тірі, қазір Бұлғыртауда. Өзеннің ағысымен күн сайын аршаның бір бұтағын ағысып отырады екен. Шеше соның тірі екенін содан біліпті. Ұзын сөздің қысқасы, майқы би алтын айдарлы баланы алып келу үшін Бұлғыртауға аттанады. Кетерінде оған Күнсұлу мойнындағы тер сіңген алқасын беріп, осы арқылы ұстамасаңыздар, тағы болып кеткен бала оңайлықпен ұстатпас дейді. Шешесінің айтқаны рас екен. Қасында кілең ақ боз атқа мінген 40 серігі бар алтын айдарлы бала, көлденең құрып қойған кермені де, мойынға тасталған бұғақты да бұйым құрлы көрмей бытшыт қылып өте беріпті. Жабайы бала дөңнің үстінде жыланша еріліп жатқан алқаны көрген соң ғана тоқтап аттан түседі. Алқаны иіскеп, көзінен жас бұршақтап жылайды кеп. Ақбоз атты серіктері мұны тастап құйындатып кете барады. Жылап тұрған бала жігітті майқы бидің іріктеп әкелген азаматтары жабылып ұстайды. Бала анасының атын естіген соң онша көп қарсыласпайды. Майқы би тобы сол тауда баланы ақ кигізге отырғызып, 40 найзамен бастарына 3 рет көтеріп, хан сайлайды. Енді ханның табанын жерге тигізбей апару керек елге. Ертеден келе жатқан рәсім солай. Атқа мінгізсе ат көтере алмайды екен. Жаяу апарудың реті жоқ.
Майқы би ойлап ақырында жігіттеріне төбесінде шатыры бар қос доңғалақты арба жасатады. Сол арбаға ат жегіп ханды елге жеткізеді. Сол күннен бастап Шыңғыс атандырады. Шыңғыс есімінің бір мағынасы шын қыз деген сөз, яғни анасының әулиелігін, күнәдан тазалығын сипаттайды. Тағы бір аңызда шын қыз деген сөз бар екен. Себебі бала 15 жасқа дейін елсіз, күнсіз Бұлғыртауда шың мен құздың арасында өсті ғой. Шыңғыс хан елге келген соң, елді бүлдіріп жүрген 4 өгей ағасының басын алғызады. Сонан соң көршілес руларды жаулап алуға аттанады мыс деген ел аузында бір аңыз бар екен.